негізі Қостанай тарихында біраз болды. Бүйтіп кетеміз дейді. Мен қолымнан ұстап, қызымның қолынан алып, ол өзімнің де басымнан өтті. Бірақ мынандай нәрседе эфирден кетесің, бір апта ғой, басылады да, эмоцияң басылады, ашуың, бәрі басылғаннан кейін, бекер не істей салдың ба деген нәрседе просто шынымен өзім қателескенмін, сөйтіп кетіп қалып, бірақ ойланасың да сырттай. Қарасам көзімде дәу финга алып екен. Сөйтіп ол жерде ауырғаны емес, мама ұрсат деп жылағаным бар енді. Жалпы бәрімізде балалық шағымызда сондай бір жерімізді ауыртып алсақ, жара болып қалса, оның ауырғаны емес, бірінші очередте мамам қазір маған ұрсады деп сол үшін уайымдап жылайтын едік. Біз сол бір поколенияның соңғы жағы шығармыз деп ойлаймын. Жақсы. Бүгін сізде имтихан болды, иә? Имтихан болды, соларды тапсырып келдім. Мен енді ресторанный бизнеске оқимын, бірінші торт жасадым, одан кейін пластикамен фигуркалар жасадым, одан кейін изомальтпен андай компьютер. Қараңызшы, қолынан байқауға болады. Мен неге кеттім деп. Былай қарап тұрсам Қостанайда маған бір жаман істеген нәрсесі жоқ қой деген ойлар. Ашу кезінде болады шығар, бірақ ашу тарқаған кезде ойланасың, трезво ойланасың деп дұрыс емес істеп қоймады. Эмоциямен кетіп отыр деп ойлаймын. деген мәселе болды, соны жеткізіп отыр деп ойлаймын Индира ханым. Мен Индира ханымның қасында отырдым. Бірақ енді Индира ханым андай жеңіл деген сөзі қатты тиіп кеткен шығар Индира. Ол жағы дұрыс болмады әрине, бірақ Даринаның артынан жүгіріп төбелескісіге боқтайтындай тоже артық кетті деп ойлаймын. Кешірім сұрау керек Индира ханымнан. Индира ханым тек халықтың сөзін осында ортаға жеткізіп отыр. Ода тұрған ештеңе жоқ. Құдай-ау, кімге не айтылмай жатыр? Бәріміз айтылып, біз жылап, сықтап отқан жоқпыз ба? Әрқайсысынан кешірім сұра деп. Үйтіп кететін болса, көп предъявалар әркім. Біз енді қазір келесі сұрағымызды Мерейге қоятын боламыз. Мерей, қалайсың? Барлығы жақсы, өздеріңіз. Жақсы. Бір өзіңнің балалық шағында болған қызықты оқиғаны айтып берсең. Қызықты оқиға дегенде, ол кезде мен не помню қаншада екенімді, бірақ енді дворда ойнаймыз ол кезде, мен сыртқа жүгіріп барып шығып кеткен кезде есіктің ручкасы болатын, соған көзімді ұрып алып, сосын далаға шығып кеткен кезімде барлық сұраған, неге бір көзің қойып, бір көзің қоя алмағансың депші, мен оны сезбегенмін де ғой ауырғанын. Үйге кіріп айнаға. Айжан ханым, жалпы Даринаны күтесіз деп ойлайсыз ба, немесе Индираны күтесіз деп ойлайсыз ба? Екі тарапта да енді мен жаңа айттым, негізі ол отырыста менде де болдым, бірақ қайта келе беру, ха-ха-хи-хи деген көп болып кетті. Сол себепті ана жанында отқан әйелдер де сөйтіп айтқан сияқты, кішкене сіздер осылай істайсыздар ма, өздеріңіз олар білмейді ғой, бағдарламаны көрмеген, бірақ сезім бағып проекттен келген екенімізді біліп отыр. Сендер де іште де өздерің сөйтіп